Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі. Соның ішінде бұнда көп сала бар. Бұл қала бойынша ең үлкен басқарма екен жалпы өзі. Жылдық бюджеті бойынша да, қызметкерлер саны бойынша да біздің бүкіл басқармада 260-қа жуық адамдар қызмет етеді. Орталық басқарманың өзінде 75-тен аса адамдар қызмет етеді. Менің салам ол мүгедектермен жұмыс, сосын ардагерлермен жұмыс, содан кейін жалпы мүгедектер бойынша, ардагерлер бойынша, қала бойынша көптеген үкіметтік емес ұйымдар бар. Сол үкіметтік емес ұйымдардың бәрінің жұмысын үйлестіріп отыру. Сол мәселемен айналысамыз. Көптеген бүгінгі таңда біз көп үкіметтік емес ұйымдармен байланыс орнаттық, ол кісілермен бірлесіп жұмыстар жасаймыз. Жалпы өз жұмысымызда біз мемлекеттік орган болғансын, көптеген жұмыстарды атқарудан үкіметтік емес ұйымдарға арқа сүйеміз. Міне шаңырақ үкіметтік емес ұйымын мен бұрыннан білемін, бірақ қазір осы біздің салада, осы мүгедектердің ардагерлердің жұмысы бойынша бір қандай да ұсыныстарыңыз болса, бірлесіп атқаруға, сол істермен қандай да бір келісімге келуге біз дайынбыз. Сол енді басқа не айтайын.